Қыздар сәлем, 15 минутта жұмсақ қанттың рецептімен бөлсемін. Ең алдыменен 3 стакан қант салып, осылай шеті қызарғанша араластырмай күтеміз. Және де 1 стакан сүт құямыз, жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Үнемі араластырып тұрамыз және осылай 2 есеге дейін көтеріледі. Содан соң біздің сармай саламыз. Мен 10 грамдай сармай салдым. Өте жұмсақ болады, әрі түсі де әдемі болып шығады. Мінекей біздің қантымызды осылай үнемі араластырып тұрасыздар. Қоюланып шетіне осылай қанты жабысқан жері кеуіп бастаса, дайын болды деген сөз. Табағымызды майлап, дайын болған қантты құямыз және де суығанын күтеміз. Қараңыздаршы, оңай қолымен күшті бөлініп тұр және аузыңызға салсаңыз, еріп кететін қант шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, шайларыңыз дәмді болсын.